Баршаңызға қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте маңызды тақырыптардың бірі квантовая физикадағы уақыттың маңыздылығы жайлы айтқым келіп жатыр. Яғни бұл манифестацияны жасағым келеді, мен өзімнің арманыма манифестация жасау арқылы жеткім келеді дейтін оқырмандарға өте маңызды болады. Себебі бұл тақырыпты сіздер түсінбей манифестацияның техникаларын дұрыс жасай алмайсыздар. Жалпы алдыңғы видеоларымда айтқан болатын сіздерге, мен именно осы манифестацияны неосознанно жасау арқылы өзімнің армандарыма қол жеткіздім деп. Именно 4 жылдың ішінде мен 2 үй, машина және 10 шетелге шығып келген болатынмын. Хотя ол кездегі менің А точкам, то есть осыдан 4 жыл бұрынғы менің А точкам, ол кәдімгі бір айлыққа өмір сүріп жүрген қарапайым поликлиникадағы медсестра, қарыз кредиттері тола, стресс, выгорание, депрессияда, өмірде мән жоғалтқан, неден бастарын білмейтін, жаңағы арманға қол жеткізуге қандай шагтар жасау керек екенін білмейтін халде болатынмын. И сол халден бастап мен 4 жыл бойы неосознанно белгілі бір техникаларды жасау арқылы өзімнің мақсатыма қол жеткіздім. Енді ол кездердегі мен квантовая психологияға, квантовая физикаға особо увлекаться етпейтінмін, яғни ол саланы қарқынды зерттемейтінмін, білмейтінмін де. Себебі менің сол кездегі ойым, мышлением ол тек ақша қалай тапсам екен, мен ақша табу үшін көбірек әрекет етуім керек, мен ақша табу үшін 2-3 жұмыс жасауым керек, күн-түн демалмай жұмыс жасап әрекет етсем ғана, еңбек етсем ғана мен көп ақша таба аламын деген ойда болатынмын. Себебі менің установкаларым сондай болатын. Әр адамның әртүрлі установкалары бар. Мысалы, мен қазір жасым 32-де болса, мен 32 жасыма дейін белгілі бір ережелермен өмір сүріп келемін. 28 жасыма дейін, то есть қазір онлайнда соңғы 4-5 жыл бойы уже менде мировоззрение, өмірге деген көзқарас өзгерді. Белгілі бір бұған дейін қалыптасқан убежденияларды, установкаларды мен жойдым. Яғни бізде миымызда жаңа установкалар болу үшін, яғни сіздер мен сияқты ойлайтын болсаңыздар, бұрынғы Балжан сияқты, яғни көп ақша табу үшін, бай болу үшін мен күні-түні 3-4 жұмыс жасап демалмай пахат етуім керек деген сияқты ойда болсаңыздар, сіздер бұл установканы, яғни бұл убеждение ғой, сізде бір қағида, и оны сіз бұзу үшін жаңа установка керек орнына. То есть жаңа установка қандай? Яғни көп ақша табу үшін, бай болу үшін не обязательно күні-түні пахат ету. Яғни бірінші әрекеттен бастамайсыздар, бірінші ішкі состояниеден және ойдан бастайсыздар. Сол кезде ғана сіз қалағаныңызға жетесіз. Енді қазір сіздердің белгілі бір уақытқа дейінгі қалыптасқан ойларыңыз, сана сезімдеріңіз, убежденияларыңыз, белгілі бір нәрсеге деген көзқарастарыңыз бар, ақ пен қараны ажырату, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білесіздер, қалай жүріп, қалай табыс табу керек екен, қалай өмір сүру керек екен, өмірдің заңдылықтарын өзіңіздің деңгейіңізде білесіздер. Бұны дұрыс емес деп те айтуға болмайды. Себебі әр адам өзінің деңгейінде, жаңа айтып отырғанымдағыдай, яғни 7 жастан бастап әр адамда белгілі бір сыртқы ортаның әсерінен, ата-ана ортасының, мектептегі, колледжде, универдегі достарымен, айналасының әсерінен, сыртқы факторлардың әсерінен ойда мышление қалыптасады. Белгілі бір өмірдегі болып жатқан процесстерге, обстоятельстволарға өзінің бір картинасы болады. Идеальный өмір мынандай болу керек. Идеальный картина менің өмірімдегі осындай. Бай болу үшін мен мынандай әрекет жасауым керек деген сияқты бір тұжырымдар, қағидалар дейін ба, қалай өзінің представлениясы болады осы өмірдегі заңдылықтарға байланысты. И қараңыздар, адам уақыт өте келе әрбір, мысалы, өміріңізде сынақ болсын, қиындықтар болсын, оның барлығы біз айтып жатамыз, бізге бір сабақ алу үшін беріледі деп. Ол шын мәнінде де солай. Демек, сіз бұрынғы уақыттарда, егер өткен шақта белгілі бір қателіктер жасасаңыз, алданып қалсаңыз, қарызға кіріп кетсеңіз, қателік жасап, білмеймін, бір ұрыс-керістерге, жанжалдарға, дұрыс емес шешімдерге жол беретін болсаңыз, оны сіздер ойлауыңыз мүмкін негативный опыт деп, яғни қателік жасадым деп. И кей кезде адамдар сол үшін өкінуі мүмкін. Вот солай істемегенде ғой, бүйтпегенде ғой, сөйтпегенде ғой деп миында сол барлығын картинаны прокручивать етеді. Когда ол өткен шаққа оймен оралады, ол өткен шақтағы әрекеттерді дұрыстай алмайды.
ол тек қана ойлайды. Ал ой дегеніміз ол энергия, иә. Біздің әрбір энергиямыз мына ойлау арқылы кетіп жатыр, өткен шақты ойлау арқылы. Ал бізде одан ешқандай пайда жоқ. Демек, өткен шақтағы сіздің болып кеткен барлық әрекеттеріңіз ол қателік емес. Ол солай болу керек еді. Себебі Аллах тағала сізге қайырлы өмірді дайындап қойған. Әр нәрсе біз үшін қайырлы. Либо қателессең де, өтірік алдасаң да, предательство жасасаң да, қарызға кіріп кетсең де, ажырасып кетсең де, оның барлығы болу керек еді саған бүгінгі сәтте бір нәрсені түсіну үшін, яғни сабағыңды алу үшін. Егер де өміріңізде белгілі бір жайттар қайталана беретін болса, бір қарызға кіріп кетесің, одан шығасың да қайтадан қарызға кіресің. Яғни осындай сынақтар қайта қайталана беретін болса өміріңізде, демек сіз сабағыңызды әлі алмадыңыз деген сөз. И бұл жайттар, негативный опыттар қайталана береді, пока бір нәрсені түсінбейінше. Сол кезде адам өзіне негізі сұрақ қояды. Мен бұл нәрседен нені түсінуім керек? Бұл негативный опыт менімен не үшін қайталанып жатыр қайта деген сияқты адам өзіне тоқтап, бір сәтке кідіріп, сұрақтарға жауап іздеу керек. Енді қараңыздар, манифестация жасау үшін сіздер алдымен манифестацияның заңдылықтарын түсіну керексіздер. Алдыңғы сабақта айтқандағыдай манифестацияның 3 түрлі техникалары бар, яғни 3 түрлі этапы бар. Бірінші этап ол личность. Яғни өзіңізге тұлға ретінде арман мақсаттарыңызға қол жеткізуге рұқсат бересіз. Просто элементарно разрешаете себе, что сіздің қолыңыздан ол келеді, көп ақша табу, баю, шетел аралап өмір сүру ол маған арналған өмір деп просто өзіңізге рұқсат бересіз. Бұған дейін может сізде сондай установка болған шығар, мысалы өзіңіз кедей отбасыдан шығасыз да, и бай өмір маған арналмаған деген сияқты тұжырым қалыптасу мүмкін сізде. Сіз соны, сол установканы жоясыз да, я деген рұқсат бересіз өзіңе. Ол бірінші манифестацияның этапы. Екінші этап ол бізде состояние. Сенің қалаған арман мақсатың бар, я, өзіңнің б-точкаң бар, көзіңе елестетіп жүрген, мен осындай болсам екен, білмеймін, айына 1 миллион тауып отырсам екен деген сияқты ойың болады, арманың. Бірақ сен білмейсің оны қалай жету керек екенін. Осы жерде көп адамдарда мынандай бір недоверие туындайды. Әрине, менің қазіргі табысым 100 000 теңге, қайдағы 1 миллион, ол қайдан келеді маған деген сияқты сенбейді ол ондай өзінің арманына, мақсатына, что он сможет это. Поэтому бірінші сіз сендіресіз өзіңізді, мен миллион таба аламын. Мен қазір білмеймін оның қай жақта маған келетінін и қандай қабілеттерім арқылы табатынымды, бірақ мен таба аламын деп просто өзіңізге рұқсат бересіз. Рұқсат бергеннен кейін сіз уже екінші этап, то есть состояние. Денеңмен де және нервный жүйеңмен де өзіңе рұқсат бергеннен кейін сол состояниені қалыптастырасың өзіңе. Яғни сенің б-точкаңдағы адам, миллион тауып жүрген адам қандай? Сол состояние, сол адамның халіне, кепіне ену арқылы екінші этапқа өтесіздер. Вот екінші этапта белгілі бір әрекеттерді жасау арқылы. Үшінші этапта уже әрекетке көшесіздер. То есть сен бірінші рұқсат бердің, екіншісінде сен сол адамның состояниесін өзіңе енгіздің, үшінші уже сол адамның халіне, то есть мына ақшаны табу үшін уже әрекеттерге көшесіз. Манифестация дегеніміз осы. Сіз осы 3 этапты өміріңізге енгізу арқылы сана деңгейіне, дене деңгейінде және әрекет деңгейінде енгізу арқылы сіз өміріңізге өзіңіздің мақсатыңызды тартасыз, әкелесіз сол арманыңызды. Енді қараңыздар, квантовая физикада белгілі бір ережелер бар. Біздің түсінігіміз бойынша уақыттың жүруі ол бізде өткен шақ, осы шақ және болашақ деп бөлінеді. Ал квантовая физикада уақыт төменнен жоғары қарай жүреді. Қазір мен сіздерге оны на примере сызып түсіндіретін боламын, чтобы досконально кәдімгі осы жерден сіздер оны фундамент ретінде алу үшін. Себебі бұл квантовая физикадағы атомдар мен электродтардың қалай жұмыс жасайтынын түсінбейтін болсаңыздар, онда сіз манифестацияны толық өміріңізге әкеле алмайсыз. Потому что квантовая физика дегеніміз ол денені, әрбір материяны атом деңгейінде зерттеу. То есть біз энергия деген нәрсеге келеміз. Энергия дегеніміз ол көзге көрінбейтін күш, иә. Біз оның
бар екенін білеміз, бірақ көрінбейміз. Ол біздің мына адамды бүйтіп қоршап тұрған энергетический поле деген сияқты ғой. Энергия негізі жоғарғы вибрация және төменгі вибрация болып бөлінеді. Дәл осы поляны зерттейтін сала квантовая физика деп аталады. Сіздерге квантовая физикадағы уақыттың қалай жылжитыны жайлы дәптерге сызып көрсетіп өтіп кетейін. Біздің түсінігіміз бойынша уақыт бізде былай жүреді. Өткен шақ, не? Так, мына жерде өткен шақ. Бүгінгі күн, бүгін және болашақ, е. Біздің түсінігіміз бойынша бізде уақыт алға қарай жүреді. Өткен шақтан бүгінге, бүгіннен болашаққа. Ал квантовая физикада уақыт бізде жоғарыдан, то есть төменнен жоғары қарай жүреді. И квантовая психологияда вообще ешқандай уақыт деген нәрсе жоқ. Қараңыздар, бізде уақытты бөлеміз не үшін? Потому что біз өзіміздің ойымызда, санамызда ойлаймыз. Өткен шақта осындай әрекеттер жасамағанда мен бүгін нандай өмір сүретін едім. Или мен бүгін, мысалы болашақта мен бай болып кетемін, болашақта үйім болады, болашақта машинам болады, сол кезде мен бақытты боламын деген сияқты біз болашақпен және өткен шақпен өмір сүреміз. Ал квантовая физикада ондай уақыт деген жоқ вообще. Квантовая физикада тек қана бүгін бар. То есть дәл қазіргі уақыт, сейчас, тек қана сейчас бар. Ол жақта өткен шақ немесе болашақ деген мүлдем жоқ. Қараңыздар, ол жақта бізде состояние болып бөлінеді. Бұлай бізде мынау жоғарғы вибрация, мынау төменгі вибрация. Жоғарғы вибрацияда бізде бақыт, қуаныш, байлық, изобилие, тағы немене, бәрекат, шүкіршілік, яғни благодарность, в общем, барлық позитивный халдердің барлығы состояние бізде жоғарғы вибрацияда өмір сүрген кезде пайда болады. Төменгі вибрацияда ол негатив, қарызда жүру, өмірдің мәнін жоғалту, стресс, депрессия, агрессия, да, апатия. Осының барлығы бізде төменгі вибрацияда жүрген кезде болады. Ал бізде квантовая физикада уақыт ол болашақ немесе өткен шақ болып бөлінбейді, тек қана бүгін. Сіздің барлық болып жатқан ситуацияларыңыз барлығы бүгін болады. И мына жерде ол тек қана состояние. Так, состояние номер 1, состояние номер 2, состояние номер 3. И осылай 5-6 деп кете береді. Яғни, сіз мысалы мына өткен шақ деп ойлап тұрғаныңыз, ол состояние 1. Мүмкін сіз өткен шақта бір қателік жасадыңыз, или қарызға кіріп кеттіңіз, алданып қалдыңыз, иә? И сізде сол үшін негативный бір опыт қалып қалады, иә? Сіз төменгі вибрацияда жүресіз, депрессияда жүресіз, ақша жетіспеушілігі, негатив, агрессияда жүресіз. Бұл состояние сізде бүгін ойлап жатсаңыз, иә? Сіз сол халде өміріңізге шақыра беретін боласыз. Потому что өткен шақта сіз сондай халде болдыңыз. Мысалы, былай түсіндірейік. Міне, мынау сіз. Так, мынау сіз. Енді дұрыс сурет сала алмаймын, ренжімейсіздер. Мына сізді алдап кетеді, иә? Мысалы, қарызда жүрсіз. Өткен шақта сізді біреу бір мошенниктер алдап кетті деп елестетейік. Өткен шақ. Ал мынау бүгінгі сізсіз. Дәл қазіргі бүгінгі сіз. Сіз отырасыз да бүгін. Сіз отырасыз да өзіңіздің миыңызда мына өткен шақтағы болған қарыздарыңызды, опыттарыңызды, негативтеріңізді, депрессияда жүргеніңізді бүгінгі сәтте отырып ойлайсыз. Міне, сіз мына өткен шақта
сізде настроениеңіз жоқ, сізді алдап кетті, да? Бүгінгі отырып аласыз да, соны ойлайсыз, қарызда жүрсіз, төменгі вибрациядасыз, да, мұның барлығы. И не болып жатыр? Сіздің бүгінгі күніңізге мына жерде отырып алып, бүгін отырып алып ойлайсыз, блин, өткенде осылай жасамаған кезде, мен қарызға кіріп кетпеген кезде, мен сол мошенниктерге алданбағанда или кредит алмағанда деген сияқты бүкіл өткен шақта қандай сізде опыт болды, мына жердегінің барлығын бүгін отырып ойланған кезде не болды? Сіздің фокусыңыз, вниманиеңіз мына жаққа кетті. Мына миыңызда, потому что сіз бұның барлығын ойлап жатсыз. А где внимание, там и энергия. То есть сіздің бүкіл мына жердегі энергияларыңыз барлығы мына кетіп жатыр, мына өткен шаққа. Хотя сіз өткен шаққа мына жаққа бүйтіп, мынадан бүйтіп оралып, мына барлығын дұрыстай алмайсыз қайтадан, иә? Оны ойлай бергеннен ешқандай пайда жоқ. Потому что бұл жоқ уже, өтіп кеткен нәрсе. Потому что квантовая физикада уақыт тек қана бүгін. Тек қана бүгін бар. Ол жерде өткен шақ және болашақ деген жоқ. Сіз бүгін ғана өмір сүресіз. Бүгінгі күнмен. Егер сіз бүгінгі күні мына жағдайда мынаны өткен шағыңыздағы барлық болған нәрсені ойлай беріп, энергияңызды барлығын кетіріп, и бүгінгі состояниеңіз, міне, сіз бүгін мына жердесіз, не істейсіз? Сіз мына өткен шақтағы бүкіл төменгі вибрацияны өзіңізге шақырасыз. То есть сіз қазір нормальный жағдайдасыз да, настроениеңіз, бірақ отырасыз да, отырып алып, мә, өткенде сөйтпегенде ғой, бүйтпегенде ғой деген сияқты барлық опыттарыңызды есіңізге түсіресіз да, не істейсіз? Отырып алып, мына жағдайдағы төменгі вибрацияны қазірге өзіңізге шақырып аласыз ғой. И осы моменттен бастап сіздің бүкіл мына ойларыңыз, энергияңыз барлығы мына жаққа кетеді. Сіз уже төменгі вибрацияға түсіп кетесіз. Ал сізге Б точкаңызға жету үшін, байлыққа, көп ақша табатын, айына миллион табатын адамның состояниесіне келу үшін, сізге жоғарғы вибрацияда болу керек. Мына жаққа состояние 3, 4, 5-ке көтерілу керек. Да? Состояние изобилия, бақыт, байлық состояниесіне көтерілу керек. Ал мына жағдайда сіз ойлай берген сайын, мына халге түсе берген сайын, оған жете алмайсыз мынаған. А біз ойлаймыз қазір 10 жұмыс жасаймын, 20 жұмыс жасаймын, күні-түні ұйықтамай жұмыс жасаймын, әрекет етемін, сторис саламын, рилс саламын, бизнес бастаймын деген сияқты ойлайсыз әрекетті, чтобы мына халге жету үшін, да, Б точкаңызға жету үшін. А хотя ең бірінші сіз мына состояниені мына жаққа көтеру керек едіңіз, состояние изобилияға, сол кезде сіздің Б точкаңызға оңай жететін едіңіз. Мына төменгі вибрацияда тұрып алып, потому что өткен шақты ойлай бергеннен сіз мына жаққа жетпейсіз. Сіз өзіңіздің Б точкаңызға жету үшін, мысалы мына бүгінгі күн, иә, сізде бүгінгі күн, сіз ақша қалайсыз, байлық қалайсыз, сізде қазір ол жоқ. Ақша жоқ сізде. Да, бүгінгі күні. Бүгін. Бірақ қалайсыз, армандарыңыз, мақсаттарыңыз бар. И сіз не істейсіз? Мына ойды, то есть өткен шақтағы призманы сізді ойлап тұрсыз ғой, осы формасында болашақты ойлау арқылы, болашақ өзіңіздің меніңізді ойлау арқылы шақыра аласыз. Так, мынау сіз болашақта бақыттысыз, өзіңіздің жаңағы Б точкаңызға жеткесіз, ақшаңыз көп қолыңызда, міне, да? Бүкіл ақшаларыңыз бар, қарыз кредиттеріңіз жапқансыз, сізде энергия көп, бақытты, изобильная, счастливаясыз. Мынау болашақта. Біз ойлаймыз, осы болашақта менде болса ғой деп, иә? Болса мен бақытты боламын. Менде көп ақша болса мен бақытты боламын. Мен көп әрекет жасаймын, үй алам, машина алам, сосын мен осындай бақытты боламын деп ойлаймыз. Мына жерде, мына біздің ойымыз. Міне. Мына халді біз ойлап тұрмыз мына жерде. Қолымызда ақша бар, міне. Бақыттымын деп ойлаймыз. Бүгін ойлаймыз. И смотрите, біз мына жерде, жаңа айттым мен, квантовая физикада уақыт төменнен жоғарыға жүреді деп, жоғарыға вибрациядағы энергия, ол бақыт сезімі, благодарность сезімі, изобильное, чувство удовлетворенности, энергияң жоғары, настроениең жақсы, да? И осы жоғарғы вибрацияда сіз
өзіңіздің арманыңызға, яғни мына Б точкаңызға жете аласыз. Осы халді сезіну арқылы. Себебі бақытты адам, бай, ақшасы көп адам мына халді сезінеді. Яғни ол бақытты, оның қарсы жоқ, она счастливая, она изобильная, ол благодарность, шүкіршілік состояниясында, мына состоянияны сіз бүгін өзіңізге ойлау арқылы тарта аласыз. То есть сіз болашақта мен мынандай болған кезде ғана мен бақытты боламын емес, сен бүгін сол состояние өзіңе келтір. Сен бүгін чувство благодарность бол, чувство шүкіршілікте бол, чувство изобилияда бол, энергияңды көтері, состоянияңды көтересің, жоғарғы вибрацияға өтесің, әлемге берушілер қатарына боласың, көмек бересің, позитивте боласың, негативке жол бермейсің, жақсы ойлайсың. И мынаны визуализация жасау арқылы медитацияның 3-ші этапында визуализация жасау арқылы мына халді тартыңыз өзіңізге. Мынаны көзіңізге елестете беріп, бірақ сіздің вибрацияңыз мынау болса төменгіде, сен настроен жоқ, күніге негатив айтасың, күніге бәріне недовольнысың, бүгінгі күнге недовольнысың, қарсы кредиттеріңе недовольнысың, қоршаған ортаңғы адамдарға негатив білдіресің, агрессияда жүресің, И шүкірсіз халінде болсаң, бірақ сен осы халде тұрып алып, төменгі вибрацияда, низких вибрациях, сен өзіңе бүгінгі күні мына халді, мына өмірді тарта алмайсың. Потому что адам бірінші мына бай, изобильный, болашақтағы менінен на лучшую версию себя, чтобы достичь, ты должен на сегодня, бүгін осы халді сезіну керексің. Даже если сенің өміріңде барлығы дно, барлығы ужас, кошмар болатса да, қырылып атса да, сен состоянияңды көтеру керексің мынаған. За счет чего? За счет чувства благодарности. Даже жеп отқан наныңа да, кішкентай болса да, бір тұрып атқан жеріңе де, үйіңе де, бала-шағаңа да, денсаулығыңа да, қандай кішкентай бір мелочный нәрсеге дейін чувство благодарность. Чувство жаңағы шүкіршілік сезімі, қазақша айтқан кезде шүкіршілік сезімінде күніге жаңағы рахметіңізді айтып оянатын болсаңыз, күнде сол настроение болатын болсаңыз, даже негатив болып жатса өміріңізде, сіз ақырындап мына жүрегіңізді ашасыз, потому что мына тас болып қатып қалған. Мына жүректе шайтан кіре алмайды. Шайтан бүкіл органымызға кіріп шыға алады, бүкіл миымызға негативтердің барлығын бере алады, ойлата алады. Сен бүйткенде сөйткен кезде, мына болашақта сен былай жасауың керек еді, бүйтуің керек еді деп, мына барлығын сан улай алады санаңды. Бірақ сенің мына жеріңе кіре алмайды. Ал сен мына халге жету үшін, сен мынаны ашу керексің. Жүрегіңді ашып, шүкіршілік сезіміңді айтып, рахметіңді айтып, медитация жасау арқылы ғана мыналардың барлығы мусорларды тазартасың. Мына мусордың барлығын тазартып, миыңдағы хаостың барлығын реттегеннен кейін ғана сен медитация арқылы мынаны визуализация жасай аласың. И мына халге жетіп, жоғарғы вибрациядағы халге жеткен кезде, чувство благодарности болған кезде, даже если сенің өмірің онша емес болып жатып, сен мына Б точкаңа жетесің. То есть саған күні түні бірінші кезекте негативный состояние болып, пахат ету керек, жұмыс істеу керек емес состояние керекте. Бірінші мына вибрацияға өт, өзіңнің халіңді дұрыста, миыңды, мусорлардың бәрін, шлактарды тазала, состояниеде ретте, ішкі халімен жұмыс жаса, изобильный халге өт. Миыңдағы артық информациялар барлығын манифестацияның техникалары арқылы мына уақытты түсініп, мына өткен шаққа оралмай, мына жаққа да өтіп кетіп ойлай бермей, бүгінгі күнімен өмір сүретін болсаң, онда ертеме кешпе саған жаңа идеялар, жаңа нейроновые связкалар, жаңа идеялар, есіктер, мүмкіндіктер көрініп бастайды. Потому что когда сенің миың артық информацияға тола, сенің миыңа жаңа мүмкіндіктер көрінбейді. Потому что ол ескі установкамен өмір сүріп жатыр. Қазір мен тағы да бір бизнес бастасам, тағы қадалам. Қазір мен тағы бір курс алсам, тағы қадалам. Қазір мен мына бір әрекет жасап көрсем, тағы да не получится у меня деген сияқты сен уже негативный убеждениялармен ойланып жүресің да, бүгінгі күні осы негативтермен ойланып жүрсің, бірақ сен мынаны визуализация жасап жатсың. Потому что сен бір жерден оқып алдың, что визуализация жасау арқылы мен бай боламын, мен байлықты өзіме тартамын деп, Хотя сенің миың барлығы негативке тола. Сенің убежденияларың барлығы негатив, сенің ішкі халің бәрі негатив.
бірақ аласың да күнде таңертең визуализация жасайсың да, мына болса екен, үйім болса екен, көп ақшам болса екен деп просто таңертең кешке 15 минут қана ойлайсың, бітті. Ал қайтадан сенің бұл состояниең күні бойы жалғасып жатыр негатив, да? Айналаң негатив, ойың негатив, өмірің негатив, бесконечный тикток, бесконечный жаңағы скроллинг, блогерлердің сторисы, еш нәрсемен айналыспайсың, депрессиядасың, өзіңнің ойыңды бірінші санаңды тазартпайсың, да? Мына халді келтіру үшін бірінші біз мына миды тазартамыз, да? Мышлениемен жұмыс жасаймыз. Мышлениемен жұмыс жасау, мына миды тазарту үшін мынаны түсіну керек. Мына вибрациядан мынаған өтуді түсіну керексің. Жүрегіңмен. Жүрекпен түсінген кезде, жүректен былай сигнал кетеді уже. Былай. Да? Сосын барып қана сіз уже әрекеттеріңіз, жаңағы манифестацияның 3 несі бар деп айттым ғой. Этапы: бірінші личность, тұлға ретінде сен өзіңе рұқсат бересің дедім. Екінші, сіз уже осы жерде дене мен нерв деңгейінде сіз уже сол нәрсені сезіну керексіз, да? Мына состояниені уже мына жерде реттейсіз. Ол медитация жасау арқылы өтеді. Бірінші этап бар, екінші этап, үшінші этапында сен уже визуализация жасайсың. Потом үшінші барып қана сіз уже әрекет жасайсыз. Үшінші әрекетке көшесіз. Әрекет дегеніміз не? Ол какой-то бір мүмкіндік, или бір таныстық, или бір бизнес бастайсыз, или курс аласыз, или блог бастайсыз, или бір жаңа бір жұмысқа ауысасыз. Сол кезде сен мына изобильная жоғары вибрацияда состояниеда мына өзіңнің болашағындағы Б точкаңды оңай тартатын боласың. Біз өмірімізде үнемі манифестация жасап жатамыз. Үнемі неосознанно деп жатқаным сол ғой. Біз неосознанно әрекеттер жасаймыз, неосознанно ойлаймыз. Ойлаған кезде вниманиеміз береміз. Вниманиеміз ол біздің бүкіл фокусымыз. Внимание берген кезде ол энергия кетіп жатыр сол жаққа қарай. Поэтому сенде күнде андай чувство болады. Вроде еш нәрсе жасаған жоқсың, бірақ разбитая, да? Күшің жоқ, еш нәрсеге. Ештеме жасаған жоқсың, шаршаған да жоқсың, бірақ ментально, миыңмен шаршаватсың, да, эмоционально шаршаватсың, истощение дейді ғой. Физикалық тұрғада еш нәрсе жасамасаң да, эмоционально тұрғада сен шаршаватасың, потому что сен бүкіл ойыңмен кетіп жатыр, да, энергияң. Из-за этого сіз постоянно манифестация жасайсыз. Күнделікті өткен шақты, өткен опыттарыңызды, негативтеріңізді ойлай беру арқылы, өткен конфликттарыңызды ойлай беру арқылы, жаңағы өткен болмай қалған, қарызға батып кеткен, жолыңыз болмай қалған ситуацияларда миыңызда прокручивать ету арқылы сіз бүкіл энергияны соған беріп жатсыз. А когда сіз осы сәтте өмір сүресіз, осы сәтті сезінесіз, кәдімгідей осознанно ешкімнің сөзіне мән бермей, просто өзіңізді тыңдап үйренесіз. Миыңыздағы бүкіл артық информация, хаостардың бәрін реттегеннен кейін сізде халіңізде осознанный состояние келеді. Сіз уже осознанный состояниеда мына жүрек ашылған кезде сіз бүгінгі күніңізге уже шүкір етіп бастайсыз. Сіз мелочный нәрселерді көріп бастайсыз, потому что сіз, когда миыңыз забиты болған кезде, миыңыз артық информация, мына телефондағы информация, чаттар, бесконечный стористер, тиктоктар, да, жаңағы разовый дофамин, барлығы сіздің вниманияңызды ары кетсе 15 секундқа ғана ұстап тұруға үйретіп тастаған, да, фокусты. Из-за этого көп адамдар айтады, мен кітап оқып жатырмын, бір түсінбеймін не оқығанымды дейді, да. Не үшін? Потому что оның миы уже толған ғой, шлак, информация, мусорға. Информационный мусор дейді ғой. Осы нәрсеге толған кезде сіздің фокусыңыз ары кетсе 15 секунд. Например, отырып ойланасыз да, бір ойды толыққанды ойлана алмайсыз. Секіріп кете бересіз, ойыңыз басқа жаққа қарай кете береді фокусыңыз. Из-за этого сіз мынаның барлығын ойлай бергеннен, энергия кетіре бергеннен сізде болып жатыр. Өткеннің барлығын жыртып все лақтырып тастау керек. Сен ол өткенді ойлағаннан сен оны қайтып әкеліп, немесе сол жаққа барып, оны істей алмайсың, дұрыс алмайсың. Бүгін, наоборот, уже бүгініңді ойла, ертеңгі сенің болатын қандай халдесің, қандай халді армандайсың, сол халді бүгінге қалыптастыруға тырыс, зерттейсің. Бірінші өзіңді успокоить етесің, барып, одан кейін барып сол халдегі состояниені өзің өміріңе тартасың бүгінге. Как будто сол миллионды сен уже тауып жүргендей, как будто сенің үйің бар уже, как будто сенің машинаң бар. Сен қандай халде боласың? Уже үйі бар, машинасы бар адамдар қандай халде? Олар не жасайды, қандай әрекеттер жасайды? Соны өз өміріңе тартасың.
сол әрекеттерді, сол привычкаларды уже манифестацияның 3-ші этапында тартасың. То есть бұл этаптың барлығын өту керек по этапына. Сразу әрекеттен бастасаң, сен мына миың әлі не успокоенный, хаос, сен еш нәрсе түсінбейсің. Бір құлағына кіріп, бір құлағына шығып кетеді деген сияқты ғой. Көп адамдар айтады, түк түсінген жоқпын деп. Талай курс оқыдым, не үшін менде нәтиже жоқ? Потому что мына жері ашылмаған, мына жері дұрыс емес, өзі дайын емес. Да? Сол үшін ол білімді қабылдамайды, как тас сияқты, тасқа суды сепкен сияқты уақыт кете береді. Бірінші, мынаны реттейсіз, мына халді, жан дүниеңізді, рухыңды тазалайсың. Мынаның бәрін балансқа келтіресің. Сосын мынауған сигнал кетеді, мынау реттеледі, мына бүкіл информация артық кетеді. И потом только сізде изобильный өзіңіздің қалаған бутылочкаңыз, арманыңызға жетесіз. Поэтому манифестация происходит всегда и везде. Когда ты думаешь, миыңмен сен уже манифестация жасаватсың. Ол обязательно бір таңда ғана сен медитация жасап отырған кезде манифестация жасап отырмын емес. Сен өміріңнің әр сәтінде манифестация жасап жатсың. Просто неосознанно.